Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге үй жағдайында өте дәмді, керемет болып шығатын крем жасайтын боламыз. Біз керекті сгущенка мен таза сары май, екеуінің температурасы бірдей болу керек. Менде градусник жоқ, бірақ бір бөлмеге қойып қойдым. Сары майымызды осылай миксерлейміз, жақсылап аппақ болғанша. Яғни сары майымыз көтеріліп ағарады. Сары майымыз еріп кетпеу керек пайдаланатын кезінде. Жұмсақ болса болды. Осындай болып көтеріледі. Енді үстінен сгущенкамызды құямыз. Егер іріп кеткен жағдайда екеуінің температурасы екі түрлі болып, парабой ваняда миксерлеп көріңіздер, бір қалыпқа келуі керек. Міне осылай жақсылап араластырып аламыз. Өте дәмді крем болып шығады. Үй жағдайындағы торттарды, бисквиттерді әсемдегенге өте дәмді, ыңғайлы. Дайын болды креміміз. Осындай крем болады. Енді бұны осындай мешокқа, кондитерлік мешоктың ұшын қырқып, ішіне насадкамызды салып, кремімізді ішіне салып, пайдалана береміз. Видеом ұнаса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналымда басқа да рецепттер бар.